Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымызда қола дәуірі және ерте темір дәуірі сақтар туралы әңгіме жасаймыз. Қола дәуірі біздің заманымызға дейінгі бірінші мыңжылдықтардың арасын қамтиды. Ерте металлургия дәуірі деген атпен белгілі. Мына үш ерекшелікті жақсы түсініп алыңыздар. Біріншісі, металлургия дамыды. Түсті металл қола мен мыстың қосындысынан жаңа темір түрі металл түрі. Екінші, жартылай көшпелі немесе бақташылық мал шаруашылығы дамыды. Үшінші ерекшелігі теселі жер шаруашылығының дамуы. Теселі жер шаруашылығы деп айтатыны, екіншілік дейтіні, өйткені тесе негізгі құрал болып табылады. Қола дәуірін Қазақстанда зерттелуі Әлкей Хақанұлы Марғұланның есімімен байланысты. Ол кісі орталық Қазақстандағы Бейғазы Дәндібай мәдениетін зерттеді. Бұл экспедиция 1946 және 1973 жылдардың арасын қамтиды. Бейғазы Дәндібай мәдениетінде зерттеу барысында 30 тұрақ, 150 оба зерттелді. Және Әлкей Марғұланның бұл зерттеулері Бейғазы Дәндібай кезеңі қола дәуірінен темір дәуіріне немесе көшпенді мал шаруашылығына өту дәуірі деп атаймыз. Солтүстік Қазақстанда Петровка, Боголюбово тұрақтары, батыс Қазақстанда 80-ге жуық тұрақ зерттелді. Жетісуда ең ірі ескерткіші деп таңбалы тастағы петроглиф суреттері осы қола дәуірі ескерткіштеріне жатады. Қола дәуіріндегі тағы бір баса назар аударатын мәселе, олар қазақстандық бөлігі жалпы Оралдан Памир тауларына дейінгі аралықтағы мәдениетті Андронов мәдениеті деген атпен кірді. Өйткені қола дәуірдің алғашқы ескерткіші Ачинск қаласының маңында Андронов селосынан табылған болатын. Осы атақ бәріне ортақ берілді. Демек сөздер, синоним сөздер: қола дәуірі, Андронов мәдениеті Қазақстанда үш кезеңге бөлінеді. Оған бізге ең маңыздысы Бейғазы Дәндібай мәдениеті. Қола дәуірі ескерткіштерінен ерекшеліктер деген кезде Арқайым қалашығының орны, ол Ресейдің Челябі облысы мен Қазақстанның Қостанай облысының шекарасында орналасқан ежелгі алғашқы қалалар тұрақтарының бірі болып табылады. Үнді ирандық арийлердің кезіндегі мәдениет болса керек. Және де мал санының өсуіне байланысты және табиғаттың аридизация немесе жердің сусыздануы мал шаруашылығынан көшпелі формасына көшуге негіз болды. Сондықтан да біз олардың тұрғын үйлер туралы ақпаратты білуіміз керек. Екі түрлі болды: жер кепелер қазылып үстіне жабылған және ағаш шанжалардан құрастырылған үйлер. Ағаш шанжадан құрастырылған бұл үйлер болашақ киіз үйлердің прототипі болып табылады. Сабағымыздың келесі бөлімі ерте темір дәуірі. Жалпы темір дәуірі біздің заманымыздың бірінші мыңжылдығынан біздің заманымыздың 5-ші ғасырлардың арасын қамтиды. Ерте темір дәуірде біздің заманымыздан бұрынғы 8-ші ғасыр мен 4-ші ғасырдың арасы. Немесе бұл жерде ерте көшпенділер дәуірі дейміз. Номадизм, номад көшпенді деген сөз. Сақтар дәуірі дейміз. Алғашқы тайпалар одағынан құрылған мемлекеттер деп те атаймыз. Сақтар туралы деректер бізге көптеп сақталған, жеткен. Ол мына екі топтан қарастырып көрейік. Бірінші дерек көздері, парсы дерек көздері. Парсы дегеніміз қазіргі Иран жері. Бейгүстің жартасындағы бірінші Дарий жаздырған жартастағы ақпараттар. Екінші Пересполь жазбалары және
сол замандағы діни ағым Заратуштраның киелі кітабы Авестадағы кездесетін сақ, қаңлы туралы ақпарат көздері. Ақпарат дерек көздерінің екінші бөлігіне грек, Рим, басқаша тілмен айтқан кезде антикалық тарихшылардың жазбалары. Геродот тарих еңбегінде Кир мен Тамеждың соғысы туралы жазады. Полиен біздің дәуірімізге бұрынғы 530 жылғы бірінші Дарийдің жорығы туралы жазады. Яғни Ширақ ерлігі осы жерде аталып кетеді. Ариан Александр Македонский немесе Ескендір Зұлқарнайынның Орта Азияға жасаған жорығы және сақтардың оларға қарсы күрестері туралы ақпаратты жазады. Рим тарихшысы Ким Куци Руф аңыздар бойынша сақтарға түскен сыйлықтар туралы жазады. Соқа мен қамыт, найза мен садық, тостаған туралы. Рим тарихшысы географ Страбон массагеттерді алғашқы тайпалардың біріккен одағы дейіп атап көрсетеді. Лев Николаевич Гумилев өз зерттеуінде массагеттерді үлкен сақ ордасы мағынасында қолданады. Қазақстандық археологтар сақ дәуірін зерттеген. Акышев, Камалашков есік сақ қорғанын зерттеді. Зинола Самашев беріл қорғандарын зерттеді. Және Төлеубаев Шілікті сақ қорғандарын зерттеген болатын. Өздеріңіз білесіздер, есік сақ қорғанында алғашқы алтын адамымыз табылды. Шілікті сақ қорғанында үшінші алтын адамымыз табылды. Ал Аралтөбеде екінші сақ алтын адамы табылған еді. Сақ тайпалар туралы ақпараттарды саралай отырып, олардың Қазақстан жерінде немесе орталық Азияда деп айтайық дұрысырақ болады, қоныстануын білу біз үшін өте маңызды. Картада және оның қасындағы көрсеткіште олардың қай жерде ескерткіштері, қандай ескерткіштері болғанда атап көрсетілген. Сонымен зейін салып қарап, мені мұқият тыңдаңыздар. Сақ Тиграхаудалар, шошақ бас киімді сақтар Жетісу және оңтүстік жерлерінде мекендеді. Сақ Парадараялар, судың арғы бетіндегі, теңіздің арғы бетіндегі сақтар Амудария, Сырдария өзендері мен Арал теңіздің бойын мекендеді. Орта Азияның оңтүстік бөлігі Түркменстан жерлерінде сақ қаума варгалар, хаома сусын дайындаушы сақтар мекендеді. Орталық Қазақстанда Иседондар, солтүстік батысқа қарай аргипейлер, шығыста аримаспалар мекендеді. Маңғыстау түбегінде дайлар, кейде гиркандар деп атаймыз. Өйткені ежелгі заманда Каспий теңізі Гиркан теңізі деп аталған, және Қазақстанның батыс бөлігінде бастапқы кезеңде біз қарап отырған кезде савраматтар, кейін орны сарматтар ауыстырды. Міне осындағы бағанағы нөмірмен белгіленген есік, Бесшатыр, Шілікті, Барел, Тасмола, Аралтөбе қорғандарының орнын анықтап біліп алуларыңыз керек. Бесоба, Бәбіш молда қала қорғандарының орталық зерттелді. Пазарық 7-ші нөмірде тұрған қазба бұл Қазақстан жерінде емес, Ресей Федерациясының Алтай бөлігіндегі қазба жұмыстары. Пазарықта қорғанда біз кілем, әйгілі сақ кілемін, қос дөңгелекті арба, шатыр қалдықтарын, артефакттарды осы жерден таптық. Сақтардың қоғамдық құрылымы дегенімізде, сақ қоғамдық құрылымы үш бөлімнен, үш адамдар тобынан тұрды. Біріншісіне жауынгерлер, ратайшалар, арба үстінде тұрушылар деген атпен белгілілер кірді. Екіншіге абыздар, ақ киім киетіндер, олар салт дәстүрлерінің жүзеге асырылуы қадағалап отырды. Үшінші қатардағы қауым мүшелері, 8 аяқтылар, 2 өгізге арба шегіп көшушілер немесе еңбек етушілер деп атадық. Жалпы сипаты жағынан бұл әскери
демократия болды. Өйткені жауынгерлер жиналысында көсемдер және патшалар тағайындалды. Ежелгі адамдардың сенім нанымдары осы біздің дәуірімізге дейінгі бірінші мыңжылдықта жоғарғы деңгейге көтеріліп, өзінің жоралғы жол жобасын қалыптастырды. Бұның ішінде мыналарға тоқталып кетейік. Анимизм, адамдар өлген соң олардың рухына өлмейді, жандары тірі деген сезімнен жан деген сөзден шығады. Тотемизм, ұлы тайпалардың немесе адамдардың бір киелі аңның тұқымы болып саналады, немесе сол өздерінің шығуын бір киелі аңдардан шығуына байланыстырады. Мысалы, кейін түркілер өздерін көкбөрілерге жақындастырған сияқты. Магия адамдардың бойында ерекше бір сиқыр күші бар деген. Абыздарға тән қасиет, сыйыну, табыну, наным сенімдері пайда болды. Және фетишизм, әлде бір заттардың қасиетті күші бар, сиқыры бар. Оларды пәле-жаладан қорғайды, сәттілік әкеледі деген сияқты, ол бойтұмарлардың жасалуына әкеліп отырды. Айтайық, анимизмнің бір ерекшелігі үлкен сақ қорғандарының пайда болуы, биіктігі 8 метрге жететін, диаметрі 120 немесе 104 метрге жететін үлкен патша сақ қорғандарының пайда болуы осы анимизм дініне байланысты. Қола және ерте темір дәуіріндегі адамдардың тағы бір сыйынғаны Митра күн құдайына сыйынды. Бұл үнді ирандық арилік тайпалардың сенім нанымына байланысты болса керек. Және мүрделерде табылған қызыл оқра мен қойылған белгілер немесе жағылған бояулар осы күнге табынудың белгісі. Әлемнің 4 бұрышы бар деген ілімде осы үнді ирандықтардың мифологияларына байланысты берілген болса керек. Сонымен біз бүгінгі сабағымызда этнометаллургия заманының 3 ерекшелігіне, оны зерттеушілерге тоқтадық. Сақ дәуіріне шолу жасадық. Және оларды зерттеуші және дерек көздерінің қайда екеніне тоқталып атап өттік. Картада, кескін картада олардың орналасуына айттық. Қоғамдық құрылысын талқыладық. Аң стиліндегі өнер түрінің дамуын айттық. Үнді ирандық мифологиялар негізінде аң стилді қабылан, бұғы, жолбарыс және басқа аңдар бейнеленген әшекей бұйымдар жасалған болатын. Екінші бөлімімізде осы сабақтың темір дәуірінің біз үйсіндер, қаңлылар, ғұндар, сарматтар тарихына тоқталып өтеміз. Кездескенше сау болыңдар.